Алматы, Торғай, Қапал, Лепсі Жаркенттегі контрреволюциялық күштер жойылды. Бүгінгі күні революциялық комитеттің шешімімен 400-ге жуық бандалар қамауға алынды. 106 адам атылды. Советтік сот үкімімен 128 адам Сібірге, лагерлік жүйелерге айдалды. Нарком басшысы Мұхамедияр Мырзағалиев. Жаздың ба? Сен боссың. Мақатты тездетіп НКВД басшысына Ежовқа жібер. Ескі жап. Оқа. Москва, Кремль. Совершенно секретно. Всем секретарям областей, районов, наркомам, начальникам срочно, немедленно задержать под арест контрреволюционеров, членов алашардинцев, а также подозрительных элементов, несущих угрозы советской власти. Товарищ Бремля. Так, отыра жаз. Телефонограмму получили. Ваш приказ немедленно будет исполнен. Начальник наркома Мырзағалиев. Жаздың ба? Маған тездетіп қайтарып жібер. Және маған айтып тездетіп шақырыңдар. Тездетіңдер. Жолдас нарком бастығы, Абдрахман Айтиев сіздің сұрауыңыздан келіп тұр. Советтердің жұмысшы, солдат депутаттардың бастарына үлкен қауіп төніп тұр. Сондықтан партия бізге үлкен өмір артып отыр. Советтерге қауіп төндірушілердің бәрін қамаңдар. Болады. Қалайсыңдар? Сен сөз алайсың. Нашар Гүлнар, нашар. Не болып қалды? Құрым тыңда. Қырғын міне басталды. Сәкен Ілияс Ахметтер түрмеге кеше тасталды. Саған айтар ақылым Міржақыппен тездетіп, кетіңдер алыс жерлерге, көрмес сонда соғыр. Қайда кетеміз? Білмеймін. Түркияға ма, Стамбулға ма кетіңдер құрбым, аман қалыңдаршы. Оған Міржақып көнеді дейсің бе? Мен саған айтарымды айттым. Жүр. Аса құрметті Мұстафа, қызыл кеңестердің жүйесі қабаған иттей құтырып, өздерінің қатаң тәртібін орнатуда. Шыңғыстау өңірінде Арғын, Керей, Найман рулары қызыл кеңеске дінсіздерге бағынбаймыз деп Қытай жаққа ауа бастапты. Қызыл жендеттер тосқауыл құрып, қырғынға ұшыратқан деген хабар бар. Автономия беру деген атқана, олардың мақсаты түбегейлі қазақ елін қыру, жер бетінен жойып, қалғанын орыстандыру саясатын ұстануда. Асан Қайғының айтқаны рас келді. Мына жерден шошқаның тұмсығы мен сиырдың мүйізін көріп тұрмын деген осы. Мәшһүр Жүсіп те осыны көріп, 70 жыл дінсіздердің бодандығында боламыз деп жазғаны рас. Қадірменді Мұстафа Шоқайұлы, сіздің шығарып отырған дүниежүзілік баспасөзіңіздің Жас Түркістан бірінші номері қолыма тиіп, қатты қуандым. Әлемге жайылса да, біздің елге сіздің газетіңіз жетпейді. Біздің де жағдайымыз мәз емес, көп ұзамай халық жауы боламыз. Сіз күресіңізді тоқтатпаңыз, жасасын алаш, әлі де елімнің болашағына сенеміз. Тәуелсіздің туы қазақ даласына да келер. Қош сау болыңыз, сәлеммен бауырыңыз Міржақып Дулатұлы. Қарның ашты ма? Тамақ ішесің бе? Шай қояйын ба? Жоқ жаным, не болып қалды жаным, айтшы. Бүгін қаш кетті ғой, ауырып тұрған жоқсың ба? Міржақып, естідің бе? Алихан ағаны қамауға алып кетіпті. Ахмет Байтұрсынов тұра тұтқындапты. Тұрар Рысқұлов пен оның әйелі мен қызын қамауға алыпты. Енді біз не істейміз, Міржақып? Ендігі күніміз не болады? Мен қорқам, Міржақып. Кетейікші бұл жерден. Жүрегім бірдеңені сезіп тұрғандай.
Міржақып кетейікші ел асып, өзен таулар көл басып, жүрегім шырқын жылып, әлденеден қынсылып. Жоқ, Гүлнар. Елім езгіге түскенде, жауыздар тілді кескенде, шырылдатып қазақты, жығылған бәле жеткенде, айналайын сүйіктім, қалай шыдап тұрайын. Жығылған жүрек жыртылып, сатқында жыр құтылып, Алланың жазғанын көреміз, қалсақ та біз ұтылып. Эх, жаным-ау, қызыл террор құтырды. Ел тағдыры не болады, жер тағдыры не болады? Құрдымға түскен қазағым, тіл тағдыры не болады? Ала жүкті аттаған, шей бөрідей қаптаған. Бостандық емес бодандық, ертеңгі күніміз не болады? Жоқ, жаным, елім үшін өлмекке, қазағым тістілмекке, қалай тастап кетейін, қазағым тұрса өлмекке. Кім екен бұл? Тоқташ, өзім ашам есікті. Кім екен бұл? Аш, бұл НКВД. Құдайым-ау, енді не істейміз? Аш, Димка, сындырам есікті. Сенің не әйел ғана шамаш дей ма? Жолдас, Міржақып Дулатұлы. Әлде сені Мырза Дулатұлы деп атайын ба? А? Контра! Сен НКВД қаулысы бойынша түрмеге қамаласың. Неге? Мен не кінәм бар? Сен контра, кеңес үкіметіне қарсы элементсің. Байдың тұқымдары, сендердің уақыттарың өтті. Соттың шешімі шыққан соң, екеуіңді түрмеде шіртемін. Ұқтың ба мені, контра? Ол сендер, қазақ тұтқан сендерсіңдер. Жап аузыңды, контра. Көзіңе көк шыбын үймелетемін, түрмеде шіртемін. Алып кет мәйітті. Сен контраның әйелі. Отыр мына жерге. Отыр да жаз. Менің күйеуім халық жауы деп. Сонда ғана аман қаласың. Жазбаймын. Менің күйеуім адал адам. Ол халықтың адамы. Отыр. Бишара, едіп тұрсың сен. Уақыты келсін, сені де түрмеде шіртемін. Ертең маған ана қағазды алып кеп таста. Алып келмейсің ба, өз обалың өзіңе? Құдайым-ау, не күн туды басымызға? Не болып кетті? Енді не істесем екен? Жек сүріндей ме? Оңбасыздар. Оңбаған хайуан қасқырсың, шайтан жан сабырсың. Шырылдап тозақ отында, ібіліс жан сабырсың. Репрессия жылдары 25 мың алаш зиялылар қаза тапты. Олардың біреуінің зираттары табылмады. Әлихан Бөкейхановтың зираты Мәскеуде болса, Мұстафа Шоқайдың майыты Берлинде жатыр. Қалғандарының бейіті белгісіз. Тек Міржақып Дулатұлының мүрдесі табылып, Қазақстанға келіп жерленді. Долинка кентінде орналасқан еңбек пен түзеу лагері